Мен Абай атындағы мектеп гимназиясы 8-ші Б сынып оқушысы Оразбай Қарақан, геометрия пән мұғалімім Рүстемова Сания. Бүгін мен сіздерге тікбұрышты, үшбұрыштың, сүйірбұрышының тригонометриялық функциялары жайлы айтатын боламын. Мен тікбұрышты, үшбұрыштың төбелерін латын әріптерімен белгілейтін боламын. Мен сіздерге тікбұрышты, үшбұрыштың, сызбұрышының синусын, косинусын, тангенсін, котангенсін айтатын боламын. Тікбұрышты, үшбұрыштың, сызбұрышының синусы дегеніміз қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Тікбұрышты, үшбұрыштың, сызбұрышының косинусы дегеніміз іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Тікбұрышты, үшбұрыштың, сызбұрышының котангенсі дегеніміз іргелес жатқан катеттің қарсы жатқан катетке қатынасы. Достар, біз бүгін тікбұрышты, үшбұрыштың, сүйірбұрышының тригонометриялық функцияларын қарастырған болатынбыз. Ұнаса лайк басып, комментарий жазыңыз.